Өткен тәжірибелер өзін-өзі тануға қалай әсер етеді? Өткен тәжірибелер адамның өзін-өзі тануының маңызды бөлігі болып табылады. Өмірде біз әртүрлі оқиғалар мен жағдайлар арқылы көп нәрсені үйренеміз. Олар бізді қалыптастырады және болашақтағы мінез-құлқымыз бен шешімдерімізге әсер етеді. Өткен кезеңдердегі тәжірибелеріміз арқылы біз өзіміздің эмоцияларымызды, мінез-құлқымызды және дүниетанымымызды жақсырақ түсінеміз. Бұл процесс өзін-өзі танудың негізгі құралы болып табылады. Себебі өткен тәжірибелер біздің кім екенімізді, қалай ойлайтынымызды және өмірге деген көзқарасымызды айқындайды. Әрбір өткен тәжірибе, сәтті немесе сәтсіз болсын, бізге жаңа түсініктер мен сабақтар береді. Әдетте, біз өмірде қиындықтар мен қателіктерге ұшырағанда, олар бізге көптеген жаңа ойлар мен сезімдер туғызады. Бұл жағдайлар бізге өмірдің мәнін түсінуге, өзіміздің кім екенімізді және неліктен солай әрекет ететінімізді ашуға көмектеседі. Өткен тәжірибелер адамды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, өмірде орын алған сәтсіздіктер немесе қателіктер көбінесе ішкі дүниемізді зерттеуге, өз әрекеттерімізді түсінуге және өмірлік мақсаттарымызды айқындауға жол ашады. Осындай жағдайларды талдай отырып, адам өзінің қателіктерінен сабақ ала отырып, өзін жаңа қырынан танып, тұлғалық өсуге мүмкіндік алады. Өткен тәжірибелердің әсері адамға оның таңдауларын, шешімдерін және болашақтағы әрекеттерін қалай қалыптастыратынына байланысты. Әрбір оқиға, өткен тәжірибе адамды өзін-өзі тануға, өз қалауларын, құндылықтарын және қорқыныштарын түсінуге әкеледі. Мысалы, адам өткен өмірінде алған жағымды немесе теріс тәжірибелерінің негізінде өзіне қандай құндылықтар мен мақсаттар қою керектігін анықтайды. Егер адам өмірінде үлкен қателік жасаса немесе ауыр сынақтан өтсе, бұл оны өзінің күшті және әлсіз жақтарын түсінуге мәжбүр етеді. Ол өзіне деген сенімділікті қайта қалыптастырып, болашақта қандай шешімдер қабылдайтынын терең ойлайды. Өткен тәжірибелер адамның мінез-құлқына да әсер етеді. Адамның өткен өміріндегі жағдайлар, оның отбасындағы тәрбие, әлеуметтік орта және басқалармен қарым-қатынастары оның ішкі дүниесін қалыптастырады. Мысалы, бала кезінен алған тәжірибелер мен ата-анасымен қарым-қатынас адамның болашақтағы өзін-өзі тану процесіне әсер етуі мүмкін. Егер бала өз ата-анасынан дұрыс қолдау мен сүйіспеншілік алған болса, ол өзіне сенімді және эмоционалды тұрақты адам болып өседі. Ал керісінше, қолдау мен түсіністік болмаған жағдайда адам өзін бағаламауға, өзіне күмәндануға бейім болуы мүмкін. Осылайша, өткен тәжірибе адамның өзіне деген сенімділігін және өзін-өзі бағалауын анықтайды. Өткен тәжірибелердің тағы бір маңызды аспектісі, олар біздің ішкі қорғаныс механизмдерімізді қалыптастырады. Адам өміріндегі қиындықтар мен жарақаттар, мысалы, эмоционалды жарақаттар немесе қиын жағдайларда алынған сабақтар, адамның өмірге деген көзқарасын өзгертуі мүмкін. Мұндай жағдайлар адамның қорғаныс механизмдерін, мысалы, өзін-өзі қорғау, қабылдамау немесе жасыру сияқты механизмдерді қалыптастыруына әсер етеді. Бұл қорғаныс механизмдері адамның болашақтағы қарым-қатынасында және өміріне деген көзқарасында көрініс табады. Өткен тәжірибелер адамға болашақта ұқсас жағдайларда қалай әрекет ету керектігін үйретеді және оның шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Өткен тәжірибелер өзін-өзі тануға және тұлғалық өсуге ықпал ету үшін оларды дұрыс түсіну маңызды. Өткен өмірде болған жағдайларды тек қателік немесе сәтсіздік ретінде қарастырудан гөрі, оларды сабақ ретінде қарастыру маңызды. Әрбір қиындықтың немесе теріс тәжірибенің артында өзін-өзі тануға мүмкіндік беретін маңызды түсініктер бар. Мысалы, егер адам өткенінде үлкен сәтсіздікке ұшыраса, ол осы сәтсіздіктен сабақ алып, өз шекараларын түсініп, жаңа әдістерді қабылдай отырып, өзін дамытуға мүмкіндік алады. Өткенді дұрыс қабылдау және оны келешекте дұрыс пайдалану арқылы адам өзін жақсырақ таниды және оның өміріндегі шешімдер мен таңдау сапасы артады. Өткен тәжірибелер арқылы адам өз өткенін ғана емес, сонымен бірге болашақта қандай жолмен жүретінін де анықтай алады. Егер адам өткен өмірін түсініп, дұрыс қорытындылар жасаған болса, ол болашақта өзін қалай дамыту керектігін біледі. Өткен тәжірибелерді талдай отырып, біз өзімізді танудың әрі қарайғы жолын белгілейміз. Мұндай тәжірибелер біздің күшімізді арттырады, кемшіліктерімізді түзетуге мүмкіндік береді және болашақта дұрыс таңдау жасауды жеңілдетеді. Өткен тәжірибелерден өзімізді тану үшін, біз оларды саналы түрде қабылдауға және әрбір сәтті зерттеуге дайын болуымыз керек. Көп жағдайда адамдар өткенін ұмытып, оны қайта қарауға қорқады.
Бірақ шын мәнінде өзіңді толық түсіну үшін өткен тәжірибеңді қабылдау және оны дұрыс бағалау өте маңызды. Өткен өмір мен тәжірибені қайта қарау арқылы біз ішкі тыныштық пен үйлесімділікке қол жеткіземіз. Бұл процесс шынайы өзін-өзі танудың және өмірдің терең мәнін түсінудің жолы.